Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай дәмі өте керемет болып шығатын жұп-жұмсақ, нәп-нәзік, ауызда еритін балды торттың рецептімен бөлісетін боламын. Қажетті ингредиенттерін, керек заттардың барлығын описанияда астына жазып қалдыратын боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіз. Ең алдымен тортымыздың кремін дайындап аламыз. Жұмыртқаға қантымызды салып, біркелкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Енді крахмалымызды салып, ешқандай түйіршіктері қалмайтындай жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі масса болып шығуы керек, ешқандай түйіршіктері қалмау керек. Осындай масса пайда болады. Енді ыдысымызға сүтімізді қойып, орташа отта жылытамыз. Жылыған сүтімізден крахмалымызға аздап сүтімізді құямыз. Крахмалды массамызды бірден сүтке құйып жібермейміз, себебі түйіршіктері қалып кетуі мүмкін. Осылай аздап құйып аламыз. Сүтіміз шым-шым қызыған кезде крахмалды массамыздың барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Араластыруды тоқтатпаймыз, себебі асты жабысып қалуы мүмкін. Осындай қою крем болады. Енді қождарын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен балымызды су буына қоямыз, жылытамыз, қайнатпаймыз. Жылыған балымыздың үстіне жарты шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Кішкене көпіреді. Көпіргеннен кейін үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды салып, біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Біркелкі масса болғаннан кейін оттан алып суытамыз. Енді құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқаны саламыз. Үстіне қант салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Осылай көпіреді. Көпіргенге дейін миксерлейміз. Үстінен балды массамызды салып, араластырамыз. Енді ұнымызбен разрыхлительді араластырып, барлығын саламыз. Осындай масса пайда болады бізде. Торттың қождары біркелкі тегіс шығу үшін мен осылай арнайы пергаментный бумагаға квадрат тортқа арнап осылай дайындап сызып алдым. Егер қаласаңыздар домалақ етіп немесе бұдан да үлкендеу етіп дайындап сызып алсаңыздар болады. Одан бөлек мен 5 штук пергаментный бумага осылай қырқып дайындап алдым. Енді тестамызды пергаментный бумаганың үстіне тегістеп біркелкі етіп жайып шығамыз. Енді дайын болған тестамызды 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Менде 6 штук осындай қождар шықты. 6-шысын мен қазір блендермен майдалап, ұсақтап аламын. Оны торттың бетіне және де жан жағына орналастырып шығу үшін. Егер блендеріңіз болмаса, оқтаудың немесе қолдың көмегімен майдалап ұсақтап алсаңыздар болады. Ұсақтығы осылай болып шығу керек. Енді соғылған кремімізді бөлек ыдысқа құйып аламыз. Жақсылап миксерлеп, біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Дәл осы кремді дайындасаңыздар, торттарыңыз өте керемет болып шығады. Бұл заварной крем Наполеон торттарына да жақсы барады. Енді дайын болған кремімізді қождарымызға
жағып шығамыз. Біркелкі етіп жағамыз. 4-5 ас қасықтан саламыз. Енді соңғы коржымыздың үстіне қалған кремімізді құйып, бір тегіс етіп жағып шығамыз. Барлық жеріне, шет-шеттеріне жағып шығамыз. Енді ұсақталған осы коржымызды беттеріне, жан-жақтарына, барлық жеріне сеуіп шығамыз. Бізде тортымыз дайын. Енді сәндейміз. Мен құлпынаймен шиені таңдадым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өзім дәл осы рецептпен заказға жасап жүрмін. Барлық керекті заттарын, грамдарын описанияда қалдыратын боламын. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Алдағы уақытта сіздермен пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Феруза.